Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналымды қолдап, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде жаңа әңгіме. Мамырдың мамыражай бір күні еді. Мал төлдеп бітіп, шаруа адамының қолы қалт босаған шақ. Сөйтсе де ауылдың ұсақ-түйек шаруасы біте қойсын ба? Істеймін десең екі қолға бір жұмыс табылады. Гүлсім де үйде жалғыз отырудан зерігіп қора жаққа беттеді. Бадаға кеткен сиырдың астын тазарту керек. Сол өлкеге нағыз көктем мамырды орталап келетін әдеті. Сонда ғана жер ана босаңсып алып, бауырын тілей еккен көкке нәр беріп, еркін тыныстап жатқаны. Ұлының күбәйкасын кие салып еді, сәлден кейін ыстықтай бастады. Басындағы орамалы көзіне қайта-қайта түсе беріп шаршатты. Гүлсім күпәйканы шешуге асықпады. Көктемгі желемек желмен ойнауға болмайды. Ертең бүйірден ұстап қалса, бәле сонда басталар. Орамалының сулығы самалмен тербеліп, қытығын келтірген соң, Гүлсім оң жақ езумен тістеп алды. Епсекті қолы, күректі әрі-бері тез ауыстырып ретті қимылдайды. Бір мұңды әуен тілдің ұшына келе берген. Сәлден соң Гүлсім өзінің жайлап сол әуенді ыңылдатып жүргенін аңғарды. Қыздарының бәрі тұрмысқа шыққан. Бұл күнде әрқайсысы бір-бір үй. Бірден, екіден жиен де сүйгізіп отыр. Бәрі алыста. Анда-санда ғана артынып-тартынып келіп, апталап жатып кетеді. Ондайда Гүлсімнен сергек, Гүлсімнен самдағай адам жоқ. Бұрынғысынша Темірбекті тірі күніндегідей жайнан қағып жасарып кетеді. Жиендерінің бірін жетелеп көршілерге кіріп шығуы да жиілейді. Қалың ойдан еңсе жазып, қабағына сәуле ұялайтыны да осы кез. Амал не? Қыздары кеткесін құлазып-ақ қалады. Кеудесінен ел көшкендей боп-бос. Ал жалғыз ұлдың санасына ештеңе кіріп шықпайтын сияқты. Ертелі-кеш бағатыны қора маңы. Одан қалса кешкіш добын құшақтап мектепке волейбол ойнауға тартып бара жатады. Анда-санда дастархан басында отырғанда әкесі туралы сөз бастаса, ұлы ілесіп те жарытпайды. Үнсіз тыңдайды да басын салбыратып, отырып тұрып кетеді. Бірақ Гүлсім ұлының бұл қылығына ренжіген емес. Оның да соңғы кездері жиі ойланатынын байқап қалып жүр. Сырттай оқуға түскелі өзі кітап оқығыш болып алды. Сессия басталуына әлі жарты ай уақыт болса да, киінемін, әпкелерімнің үйінде жатып ағарамын деп сылтау айтып Алматыға алып ұшып жөнелген. Анасының жалғыз қала беретініне әбден еті өліп кеткендей. Қора тазалап болған соң Гүлсім үй іргесіндегі күншуаққа отырып алып, кір жууға кірісті. Үп еткен жел қалмапты. Жайнаған жаз күні дерсің. Ешкім келетін хабарын айтпаса да, Гүлсім қолымен күнді көлегелеп, көше жаққа ауық-ауық қарап қояды. Отағасы о дүниелік болғалы бері осындай әдет тапқан. Әзірде бұл үйге Темірбек бардағыдай қонақта жиі келмейді. Гүлсімнің ойын көрші үйден жеткен ән сазы бөліп жіберді. Қабырғасының жартысы әйнектелген Ақылбай көршінің үйінің шыға беріс есігі ашық қалыпты. Ауыз бөлмеден әдемі әуен жетіп тұр. Бұл үйдің мектеп бітіретін Бану есімді қызы бар еді. Әлгінде ғана сабақтан қайтқанын көрген. Магнитофонды қосып, саз ойнатып жатқан сол болды ғой. Ал әуен біртүрлі адамды елтіп барады. Гүлсім бұл әнді қайдан естігенін есіне түсіре алмай көп тұрды. Қолының сабыны кебе бастағанда ғана, ойбай, ән тыңдап нем қалды, шынмылдығы желпілдеп тұрған жасқа ұқсап деп өзін жазғырып алып, шаруасына қайта кірісе берді. Бәрібір әуенге елтойын қояр емес. Мұның тілегін естіп қойған жанша ауыз үйден бұрымы жалт етіп көрінген Бану магнитофонның даусын зорайтты. Енді әуен еркін естіледі. Тағдырға бағындың ба, жібек мұң жамылдың ба? Мені аңсап аяулым-ау, сен мені сағындың ба? Мені аңсап аяулым-ау, сен мені сағындың ба? Гүлсімнің тұла бойы түгел ұйып кетті.
Көзін жас аштып барады. Ол қалт тұра қалып қолынан тамшылаған суды да сілкіместен тыңдай қалды. Мейрамбектің қоңыр даусы жүрегін тілгілеп жанын қозғайды. Әннің сөзін білмесе де ернін жыбырлатып қосылған болады. Жеңімен шарасына тұнып қалған жасты сүртіп тұрып та құлағын ән жеткен жақа төсеуден танбады. Әуен сорғалап барып кілт үзілгенде Гүлсімнің іші де солқ етті. Әрі сәрі болып біраз тұрды. Өзіне өзі келе алар емес. Отыра қалып жуып жатқан кірін әрі бері аудастырды. Қолы да икемге келмей қалыпты. Бануға барып осы әнді қайта қоюын өтінсем бе екен деп ойлады. Орамалын түзеп қойып келесі әнді күтті. Алдындағы шаруасын да ұмытқан жалғыз адамда кейбір жуылмай жатқан кір болсын, кіршідегісі көрпенің сейсебі ғана. Гүлсім әлгі әсерден айыға алар емес. Енді ойнақтаған бөтен әуен естілер болса, әсерінің быт-шыт боларын сезіп, үйіне асыққан. Табалдырықтан аттай бере тосылды. Тағы да сол ән. Сағындың ба деп қолқаны үзердей шымырлатып төгілтіп барады. Бану басынан қайта қойдым екен деп көршіге бір қарап қойып, Гүлсім кірін сыға бастады. Қолы дір-дір етіп икемге келер емес. Кірді сілкіп-сілкіп алып, кермеге жайып тұрып Гүлсім көз жасына ерік берді. Тағдырға бағындым ғой мен, Темірбек. Бағынбасқа шарам қайсы? Жанымыз бір демеп пе едің? Дүниенің тар соқпағын даңғыл жолға енді айналдырдық деген тұста жалғыз тастап кете бергенің не? Сен кеткелі мына дүниеге ұрлықты ниетпен қарап қалғандаймын. Езу тартып күлсем де, біреу қарап бағып аңдып тұрғандай қуыстанам. Жұмысымда да бұрынғыдай белсене бел шеше қимылдау жоқ. Темірбектің әйелі күйеуі білгелі белсеніп кетіпті. Барлық шаруаға араласатын болыпты деген қаңқу сөзден қорқамын. Ел іші болған соң ондай әңгіме айтылмай тұрмайды екен. Ал мен сенің атыңа күйе жаққым келмейді. Селкеу түсіргім келмейді. Осыдан 2 жыл бұрын Еселбек қайтыс болғанда шеттей бала шағасына зейнетақы жаздырып алуға жүгіріп жүрген Наз жайлы ел не деп еді? Сол Наздың жанын түсінген жан болды ма? Кір қыстырғышты қыса ұстап көзінен жасы сорғалап тұрғанын бір-ақ аңғарды. Апыл-ғұпыл жан-жағына қарап, ешкімнің көріп тұрмағанына көзі жетіп, тез басып үйге кірді. Көңіліне алаң кіргені анық еді. Сыртқа қайта шыққан Сағындың ба әні әлі төгіліп тұр екен. Гүлсім Банудың бұл әнді бір таспаға түгел жазып қойғанын ұқты. Ақылбай көршінің үйі мен өз үй арасында шағын бақша бар. Гүлсім бақша өсіру мәселесінде кәнігі маман бола бастаған. Жылда түрлі жеміс көкөніс ұрығын әкеліп өсіріп көріп жүреді. Күн сайын бақшаның арам шөбін тазалап суарып жүрсе де, Гүлсім дәл қазір таспа түгел айналып біткенше сонда жүре тұру жөн болатынын шамалады. Сырт қараған адам да бөтен еш нәрсе байқай қоймайды. Гүлсімнің арам шөп жұлып отырғанын ғана көреді. Гүлсім жаратылысынан қайратты әйел еді. Жан-жары о дүниелік болып, ақтық сапарға аттандырып салған соң тарс бекінген. Содан бері көз жасын жан адамға көрсеткен емес. Анда-санда көңіл айтып келгендер болса, олардың да жақын алыстығына немесе шын жылап тұрмағанына қарайлайтын болған. Ондайда іштей егіліп сосын байын тез жиып қатайып алады. Әлгі адамдар Темірбек туралы айта түссе екен деп тілейді. Әзірше көңіліне жалғыз медеу Темірбек туралы жылы сөздер. 27 жыл бір шаңырақ астында ғұмыр кешсе де, ерінің өзі сезіп білмеген адамшылық қасиеті көп болғанын енді ғана түсініп жүр. Дегенмен әйелдің аты әйел емес пе? Ешкім жоқта өз-өзінен босап, айқайлап тұрып жылап алғысы келеді. Бұл күнге дейін өзінің көңіліне қарайтын, ашуын көтеретін адамы бар да, ештеңе ойламаған сияқты. Енді жан дүниесін кімге ақтарарын білмей, сансырайтын күндері көп. Жалғыз ұлдың тіршілік қызығын енді татып келе жатқанын түсінеді. Сондықтан да оның санасына жүк артуға аса пейілді емес. Уақыт өте келе ұлының әкесі жайлы көбірек білуге құштар оянар. Оның үстіне
бесікте қалған бала емес, білдей студент. Гүлсім онсыз да жиегі анадай болып жатқан сәбіз өскіндерінің тұсында шұқынып біраз отырды. Мұнда жұла қоятын арам шөп жоқ. Кеше ғана тазартып суарған. Құлпынай отырғызған тұсқа қарады. Оны да бейсуат тамыр байлаған сабақтар аз екен. Әннен құлағын алмаған күйде сонда барды. Жүйектеп шашыраған бірді-екілі сабақты бырт-бырт үзді. Достар, әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.